Достар, біз сіздермен қазір осындай жұмсақ қуырдақтың рецептісін түсіретін боламыз. Ол үшін бізге балғын етті турап, қазанға салып, оны бұқтырып пісіреміз. Оны бұқтыру кезінде кішкене су қойып, газың астын төмендеткен өте дұрыс. Ет пісті ау деген шамада оны байқап көріп барып, біз пияз салатын боламыз. Мен пиязды, картопты барлығын жуып тазалап алдым. Енді пиязды қосып араластырамыз. 10-15 минуттай. 10-15 минуттан кейін біз оның үстінен картопты және тұзды себетін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да бұқтыруға қоямыз жарты сағаттай уақытқа. Міне достар, біздің қуырдағымыз дайын болып қалды. Өте жұмсақ болып пісті. Нәтижесі осындай. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар достар.